2024 жылы қазақша YouTube арна бастаймын деушілерге қандай бағыт таңдаған дұрыс? Менің есімім Санат, сіздің YouTube кеңесшіңізбін. Бүгін осы туралы айтам. Қолымда диктофон, өйткені петличка таба алмадым. Сізде көп нәрсені сылтаурата бермей, YouTube'ды бірден бастаңыз. Мен қазақша контентті біраз саралап көрдім. Бір түсінгенім, қазақтардың көбі аңшылық, саятшылықты жақсы қарайды екен. YouTube'да бұл туралы бірнеше арналар бар. Олар Қақпан KZ, Қансонар, Қазақтың тазы жанашырлары, Dabro дейтін арналар бар. Егер сізде қолыңызда жылқыңыз болса, тазыңыз болса, аңға шығуға мүмкіндігіңіз болса, ауылда тұрсаңыз, қолыңызға телефонды алып, немесе GoPro-ны сатып алыңыз, сөйтіп контент түсіріңіз, бұл міндетті түрде атады. Мынаны қараңызшы, Қансонар арнасында елік аулаған жігіттің видеосы 1 миллион қаралым жинаған. 1 миллион қаралым деген қазақ YouTube арнасында өте жоғары көрсеткіш. Сондықтан сұраныс бар. Айтпақшы достар, YouTube'ға контент түсіргенде қатты беріліп кетпеңіздер. Кейбір адамдар бар, аптасына 7 контент түсірем дейді, сөйтіп шаршап қалады. Сондықтан, егер сіз белгілі бір бағытты саланы таңдасаңыз, арнайы контент жоспары құрып, соған бейімделген дұрыс. Екінші бағыт, ол балық аулау. Расымен, қазір қазақша контентте балық аулау туралы видеолар өте аз. Сізде қолыңызға қармағыңызды алыңыз, штативті алыңыз, телефонды қойыңыз, видеоны түсіріңіз. Бұл жерде ең басты мәселе ол эмоция. Және сіздің аулаған балықтарыңыздың ерекшелігі. Осыған сүйене отырып, керемет контент түсіруге болады. YouTube'да Абзал деген жігіт бар, өзі балықшы, соның видеоларын қарасаңыз болады. Маған қатты ұнады. Қазақтар көп көретін тағы бір сала ол саяхат. Темірлан Мұқашевты білетін шығарсыздар. Жарты әлемді кездесе де болады. Егер сіз қызықты оқиғаларды айта білсеңіз, ақшаңыз көп болса, онда бағыт бұл сала сізге таптырмас мүмкіндік. Әрине, саяхат бағытында жарнама берушілер де көп. Мен тағы да сүйіп көретін арнам бар, ол саяхаттайым. Ерлі зайыптылар бірге шет елді көреді. Енді сырттан қараған адам оған қызығуы мүмкін. Олардың өміріне сүйсінуі мүмкін дегендей. Дегенмен саяхаттың қиын тұстары да көп. Мен сіздерге толық сеніммен айталам, өйткені жалғыз жолаушы YouTube арнасымен де шетке шыққан кезде бір талай қиындықтарға кезігіп қаласың. Сондықтан, достар, егер сіздің біріншіден уақытыңыз болса, екіншіден ақшаңыз болса, үшіншіден мекендер туралы айтқыңыз келсе, онда саяхат бағытына келіңіз. Егер ақшам жоқ, уақытым аз десеңіз, онда өзіңіздің ауыл аймағыңызды да кезіп кетуге болады. Бұл жерде ең бастысы ол кейіпкер. Егер сіз адаммен сұхбаттаса білсеңіз, кейіпкерді аша білсеңіз, сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Достар, YouTube'ды тереңірек білгіңіз келсе, арнаңызды тезірек дамытқыңыз келсе, тезірек табысқа шыққыңыз келсе, онда менің ақылы консультацияма жазылыңыз. Мен сізге YouTube алгоритмі, превьюді қалай жасау керек, контент әзірлегенде нені ескеру керек, барлығын түсіндіріп берем. Бұл міндетті түрде сізге пайдалы болады. Консультация ақысы небәрі 20 000 теңге, ал бұл ақша сізге кейін еселеніп қайтады. Көпшілік сүйіп көретін тағы бір бағыт ол білім. Білім қай кезеңде де актуалды. Сондықтан мектеп оқушыларына ұлттық бірыңғай тестілеу туралы, ауырып еміз деген жандарға денсаулық туралы білім беруге болады. Көп видео түсіретін адамдарға видеодан, фотоаппаратты зерттегісі келіп жүрген адамдарға фотоаппарат туралы, техника туралы білім. Сондықтан достар, бұл жерде өзіңіздің қызығушылығыңызды таңдап бір саланы қадам бассаңыздар, міндетті түрде жетістікке жетесіз. Мысалы, Бекзат деген жігіт бар, пайдалы, денсаулыққа пайдалы ақыл кеңестерін береді, және оқырман саны да өте көп, 230 000-нан асып кеткен. Өткен шығарылымда мен айттым, YouTube'ды бастап бір контент салып, ол контенттен 100 000, 10 000 қаралым күтудің қажеті жоқ. Тек тұрақтылық сала беріңіз, жүктей беріңіз, соңында міндетті түрде нәтиже болады. Қазақ аудиториясы YouTube'да тыңдайтын, сүйіп қарайтын 5-ші бағыт ол тарих.
Тарих Марих, Тарих онлайн сынды үлкен арналар бар. Олар тұрақты түрде жұмыс жүргізеді, және олардың оқырмандарына қарап бұл салаға сұраныс барын көруге болады. Күміс кнопканы әлде қашан иеленіп қойған. Егер сіздің тарих туралы қызығушылығыңыз болса, біліміңіз болса, қызықты жеткізе алсаңыз, онда бұл сала сіздікі. Және өзіңіздің түріңізді көрсетудің қажеті жоқ. Фото, видеоларды пайдаланып, мынандай контент әзірлеуге болады. Бұл мен ұсынған 5 бағыт. Сіз қандай бағытты ұсынасыз? Төменге пікірге жазып кетіңіз. Шығарылым ұнаса пікір жазыңыз, лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіз. Сау болыңыз, бірден бастаңыз.